Айналайын көрсін. Мынау жаңылдегі нелердің бағасы жаңылдеген айтқан кезде мынау 200 теңгеміз немене беле Құдай-ау? 250 теңге деген немене беле? Бізде бірақ нәрсе сұраныс мына көпшіліктің. Қазір ауданның әкіміне ескертіп деді, бір бәле демесін деп. Біз тоқтамайды егер мына көпшіліктің бағасын шешіп көңілін орнына қоймаса. Не жайлы шешіп болмайды. Өткенде де айтқанбыз. 250-ді мақұл, біз түсінеміз, бәрі сауатты. 250 теңгені жамал берсе, кіләсіне, 250 теңгені әкім берсін, мемлекет берсін субсидия есебінде. Неге дихандарға бермейді? Неге біздің мемлекет сояға береді, бидайға береді, Бұлдың Маңғыстау облысына жәулік береді, күрішке береді, Қызылордаға. Мақта не? Стратегический культура деп мақтағанда пұтымыз айырылады. Шошқаға береді, шошқаға береді, сиырға береді. Балық өсірсең мақтаның 10 кілесінің бағасын береді екен. Біз көп сұрамаймыз, 250 теңге не берсін? Міне мына уақытта шешіледі конкретно жауап берсін. Бізді 250 теңге баға қанағаттандырмайды. Болмайды. Дұрыс па жігіттер? Енді ешқандай саясатта шаруамыз жоқ. Президенттің сайлауын, мемлекеттің қолдауын қолдаймыз. Әкімде дауымыз жоқ, ешкімде ешқандай жауымыз жоқ. Біздің мақтамыздың бағасы ғана. Біз қылмыскер де емеспіз. Жаңағы біреулер айтып жүрген террорист емеспіз. Біз семьяның, дастарханның, шаңырақтың, бала-шағаның қамымен келіп тұрмыз. Болды басқарыңыз. Халықтан ешкім емес, ауыл шаруашылық министрі келсін, сол шешеді. Шешілмесе, лицензиясын алып кетеді. Жамал. Дұрыс. Жамал көрмей ма? Лицензиясын алып кетеді. Несін алады ма? Не қуырып жейміз ба? Не қыламыз? Не қылады? Бұл да бір, мен де бір. Дұрыс. Прокурор не қылады? Прокурор соттайды. Қазір біреуің екеуің төбелестің, екеуің соттайды. Жа оңай тема сол екінші. Екінші төбелесіңдер екеуің. Тарқайды. Басқа жол жоқ. Міне. Ауыл шаруашылық министрі субсидияны да шешеді жаңылдың. Дұрыс па екен? Міне. Алып тастаған солар ғой? Алып тастайды, салып тастайды. Шақыру керек. Шақырайық онда. Болмаса, екінші кешке дейін уақыт көп. Жақсы. Бәрімізді қарыз көп. Алғыр, өлер жастан деген. Пайғамбар жасында біз енді абырой ойлап, көсемсініп, білгішсініп тұрғаным жоқ мен. Көкірегім сайлап тұрғаннан кейін, көзім көріп тұрғаннан кейін, соны айтып жеткеріп не қылайын деп тұрмын, абырой ойлап тұрғаным жоқ. Жастар шықса 5-6 10 шақты. Жаңағы біздің сәлемдемемізді мына қазір оңай ғой, хаттамаға түсіріп алып, мен ақылшы болайын, регистрацияны тіргізіп 2 күннің ішінде ауыл шаруашылық министрімен жолықтырып жіберемін приемына. Екінші вариант бұл. Шақырғанда келмесе, шақырғанға ауданның әкімі қиын болып жатыр келу. Министр Жетісайға келеді деген адам сенгісі келмейді да. Бүгін ақ жібереміз ол. Бүгін ақ жібереміз. Керегі жоқ. Керегі жоқ. Келеді ертең. Бүгін шешілмесе бүгін бағанша шешім керек. Не істеу керек деген. Бұл мақтан келмей тұру керек, күтеміз. Тоқтатамыз. Асырмау керек. Тоқтату керек бір. Бұл тағы да қайталап айтамын. Біздің қазіргі мемлекеттің саясатына, президенттің сайлауына қарсы емеспіз біз. Біз қосқолдап дауыс береміз. Біз бала-шағамыздың қамы, дастарханымыздың қамы, ертең жейтін нанымыздың қамы. Үйсіз отыр, күйсіз отыр. Фундаментін құйып алып, үйіне кіремей жылап отқан адамды көремін мен. Сол мақта болса, соның ең болмаса, кришасын жауып алам деп отқан адамды. Асыл қабаққа Болды, пұт болды, 2 метр шық болды деп, зып еткізіп, қиып алайық деп тұрмыз ғой. Дұрыс. Болды ғой, 30 жылдан бері ал, 75 жылдан бері егеді екеміз мақтаны. Болды айында.